балдар андай бол. Сендер елге тотайсыңдар, кісісіңдер сөздің ашығы. Мамаларыңа деп сөйлеп отқан адам болды ғой уже. Уже келдіңдер де андай взгляд болу керек балдар. Бүйтіп бір добрый түр болмау керек сендерде. Сендердің образдарың ондай емес, сендердің образдарың бір қалай айтсам болады, бір жақтырмай, бір не то болып тұрасыңдар ғой. Тем более танымайтын адам андай. Бүйтіп отырасыңдар да. Бүйтіп қарап отырасың ғой, анау Рамазан. Жақтырмай ше. Ана бір қарайсың, мынаған қарайсың, бөлмелеріне қарайсың. Сонда бұлар, короче, көбінесе үйдің кішкентайлар үй бұларға не істейді, үйлері әдемі, ал біз қарапайым киімдеріміз не енді жоқ, қарапайым бір кедей деймейсіңдер. Ондай кедей болса өйтіп асыра емессің. Ну нормально жағдайлар, бірақ байдың баласы бұлар балалардың тәрбиесі бетін қақпай өсіргенде уже сондай болады балдар, өмірде де бар нәрсе. Бәргенін істеп кетеді кәдімгідей. Шынымен кәдімгі бетімен кеткен. Мен айтқаным өткен класстарында бар ғой, бетімен кеткен шынымен. Мамалар еркелетіп тастаған жоқ шынымен. Соның зардабы да жаңағыдай бетін қақпай өсірген, жалғыз басты болғаннан кейін жаңағыдай арасында бір сөздер бар. Мен что-то тәрбиеден қателестім ау, осылай кешіккен сияқтымын деп жылайсыздар. Иә, сондай нәрсе қосып жібереміз. Но бірақ прям 100% бір жаман шаг адам емес енді бұлар. Бірақ тәрбиелер қиын да, қойыңызшы мана бүйтіңізші, тыңдамай қоя салады да, ол анасын ауыртеді да ол. Но мына бірақ мынандай қара, Рамазан, сен үлкенсің да, үлкенсің. Но кішкене бір ми бар сенде. Мысалы айтып отырсың, болды жүріңдер кеттік деп отырсың ғой. Қойыңызшы, яғла мен бармаймын. Қойыңызшы, отыра берейікші деп отырды ғой жаңа жанар дегенде, сен айтасың. Болды жүріңдер кеттік, бара салайық жүріңдер деп ше, шамалы. Қатты емес бір, кішкене бір ми бар да, үлкенсің. Жүріңдер кеттік дейсің, жаңында таныстырасың, міне қарындастарым, Балнұр, Сезім, мынандай дейсің ғой. Көрдің ба, сен үлкен болғаннан кейін шамал бір бәле бар да, көп емес. Түсінің ба? Ал сендер таныстырып отырған кезде қарап тұрасыңдар, жақтырмай. Аға бір қарасың, іңкәр отырады ертең. Лясқа қарайсыңдар. Жақтырмай да. Онша. Бүйтіп тұрып алмаңдар бір. Сөйтіп ма абзал? Сөйтіп таныстырады, и дальше сен таныстырған жерден бастаймыз кетті. Сен бас. Бастамасың ба? Жаңа, бер. Қыздар қараңдар. Барлықтарын қараңдар, танысып қойыңдар. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Бағила, Айдана, Аружан. Менің есімім десей. Менің есімім. Балдар кәдімгі өмірдегідей шынайы сөйлей беріңдер. Хорошо? Барлықтарын қараңдар, танысып қойыңдар. Айтады. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Менің есімім Бағила, Айдана, Аружан, Назым, және де Жас. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есімім Дастан, қарындастарым Балнұр, Гүлім, Сезім, және інім Данияр. Не ғой, сендерде бала жоқ па? Маған бүйтіңдер, мен есімнен шығып кетуім мүмкін, қазір айтып қоя салайыншы. Мына мен інім Данияр дейсің да? Данияр андай болды. Түсіндің ба? Мына осындай Балнұр, Сезім, Гүлім, және де інім Данияр дейсің ғой. Абзал. Түсіндің ба? Алдар әрбір болмайтын нәрсе өтіп кетуі мүмкін. Халық күл жүзі же болды, сол эмоциямен-ақ кино өтіп кетуі мүмкін. Осындай нәрсе көп болу керек бізде. Құр сөйлеп бітіре салмай. Так, таныстырды, дальше кеттік. Дальше ма? Сен жаңағы сөзін қайтарып. Сендерде бала жоқ па деп айтасың. Сендерде бала жоқ па? Менен оймен. Жоқ, менімен қатарлас. Ой, тоқта, ойлайсың, дауысын шығарсың? Барым ғой мен. Жоқ, пас берсе айтсын енді Рамазан, басынан. Сендерде бала жоқ па? Так, білмейді осы жерде айтасың, Рамазан. Прям ақылды баланы ойнап жатсың ше. Оны андай қылып сұрайсың ғой. Андай, аузыңа келе салып айта салдың ғой. Сондайсыңдар да, абзалында ана бір текст бар, білесіңдер ма? Асырап алған десе, деп. Ойланбай сөйлей салады да. Андай бала жоқ па? Сендер сәл қатыгездеусіңдер да, қатыгез. Бір түрлі тәрбиелеріңе, андай, не то сөйлей саласыңдар, көңілге тиіп келеді ау демейсіңдер. Ана мысалға бала жоқ па деген бір түрлі тиеді ғой. Не? Құдайын жазған сол ғой, қыздарымыз ғой деген нәрсеге келіп тұр ғой бұл жерде. Мен бармын ғой десеші. Бармын ғой мен де. Қайтан айтып қойшы.
Аны прикол кылып бар. Жа дауыс әдем келіп жатыр ше, Ильястың, е? Мен бармын ғой деп. Трендтегі прикол ғой. Ұланның дауысын айтып жатырсың. Түсінікті ғой. Рамазан, нормально, балдар жақсы жаттағансыңдар, уже сіңіп қалғанда түсініп қойғансыңдар. Бірақ кішкене образды дамыту керек. Андай бір қалай дейді, бәрібір сөйлесе аласыңдар да. Бала жоқ па сендер? Негізі ол ұят. Ендігі сабақ қашан болады? Жоқ, ертең де келе ғой. Ертең ба? Ертең не істейтін болса ше, прям Ертең бірақ түсте келем деген мен. бұлар сабақта ғой барлығы. Түсте. Жоқ, қалып кеткен қыздар дайындайын дедім ғой. Онда ше, не бар ғой? Мынау не прям тұрғызып дайындалу керек та бұларды ше. Қазір отырып айтып жатыр, тек қана тексттерін айтып жатыр ғой. Воскресенье целым. Мына анау бөлме қылайық. Иә, мысалы мынау бір бөлме қылайық, анау кабинет бар, ана жақ бар ше. Уже кәдімгідей сезінсін да бұлар ше, и тоже немен не істесін, эмоциямен ше. Я эмоциямен ойнатайық келесі сабақта. Мынаны қойып телефон. Кішкене пробный эксперимент ретінде. Кәдімгі уже толық жаттап кел, абзал. Түсінің ба? Абзал,